любой бір жануарлармен салыстырған кезде оларда денесі жүн да. Біз жүн емеспіз. Жүсіпбек Аймауытовтың айтпағы. Ты сам понял, что сказал? Шай күшті. Аяғаны шай кетсек. Сен ол аруды қандай бейнесі арқылы жақсы көресің деген кезде менің көзіммен қара, сонда түсінесің. Өте керемет айтылған сөз. Оқысаң, от болып лаулап жанасың, оқымасаң, күл болып бықсып қаласың дейді. Алай достар, сіздермен бірге біз Импульс командамыз. Импульс деңіз бірге айтайық. Сәлем достар, бұл Импульс командасы. Яғни бүгін сіздермен бірге Жүсіпбек Аймауытовтың «Психология» атты кітабын талдап бірге подкаст түсіретін боламыз. Жалпы Жүсіпбек Аймауытов деген ақын кім? Оның қазақ қоғамында қандай рөлі бар? «Психология» атты кітабы не туралы, кімдер туралы, не үшін қандай бағытқа бағытталғаны туралы, барлығы туралы осы бүгінгі подкастымызда айтып өтетін боламыз. Ал ендеше Назым, бүгінгі қонақта біздің команданың мүшесі. Өзіңіз бастап айтып өтсеңіз. Бірінші Жүсіпбек Аймауытовтың «Психология» шығармасына тоқталмай жатып, осы психологиядан алдын өмірі қандай болды және қандай шығармалар жазды, соған тоқталып өтейік. 1899 жылы Баянауыл ауылында дүниеге келген Жүсіпбек Аймауытов халық ағартушысы болып саналады. Яғни оның көптеген шығармалары халықтың арасында кең танылып, сол кезде ұлы шығармашыл адамдардың бірі болған. Оның біреуі Ақбілек, содан кейін Қартқожа және осы психологияға қатысты кітаптарын айта өтсек болады. Алғашқы екі шығармасына тоқталайық, яғни бұл жерде біріншісі Ақбілек, одан кейін Қартқожа, осы екі шығармасына қысқа тоқталатын боламыз. Айта өтсек. Шығарманың басы негізі мен оқып бастаған кезде только психологияны оқимын деп ойладым, бірақ Жүсіпбек Аймауытовтың өмір баянынан сонау арғы беттен алып келді. Бірінші шыққан шығармаларын, алғаш шығармаларымен осы Қартқожа, одан кейінгісі бір танымал деген туындылардың бірі ғой. Ақбілек деген секілді барлығымыз қазақ несінде, әдебиетінде оқыған шығармаларымыздың бірі деп айтсақ болады. Қартқожа туралы. Қартқожа ол кәдімгі бір адамның кемелденуін айтқан, яғни суреттеген, кемелденуге жететін жолын, даму жолды қалай сипаттайтыны, және бұл жерде Жүсіпбек Аймауытовтың көп кітаптары осылай өзінен бастап алады, яғни шығармашылығынан, өзі туралы кішкене мәліметтерден. Психология кітабында да тура солай өзінің бастапқы осы Қартқожа кітабын қалай жазғандығы және Қартқожа кітабы туралы қысқаша мәліметтер көрсеткен. Ақбілек шығармасы туралы да қысқаша айтып өткен. Ақбілекте қыз тағдыры туралы. Яғни қысқаша мазмұндаманы оқыған кезде мен кәдімгідей, мен бұл Ақбілекті осы кітапты оқып кеткен, Ақбілекті оқимын деп ойладым. Құдай қаласа оқып бастаймын деп отырмын. Ақбілекте кәдімгі жау қолынан өзіне, мысалы, қарамұртты деп айтып жатады ғой, қарамұртты әскердің ішіндегі біреуі жап-жас қызды өзінің әйелі ретінде алып, Ақбілектің тіпті разылығы болмаса да оны зорлықпен, зомбылықпен ұстап отырғаны туралы оқыған кезде кәдімгідей әрбір оқырманның жүрегін тебірентетін бір шығарма ретінде бізге үстіп қысқаша бетін көрсетіп кетті да. Одан кейін барып психологияға тоқталып десек те болады. Жалпы психология кітабы қалай басталады? Бұл кітаптың негізгі артықшылығы қандай? Бұл кітап адамның бет бейнесінен бастап көзі, беті, аузы, сөйлеу, кәдімгі біз сөйлеп отырған кездегі қимыл қозғалысымыз, қолымызды ұстауымыз, ым-ишара, мимика деген нәрселердің барлығына жеке-жеке тоқталған алғашқы тарауларында, одан кейін әрқайсысын жеке-жеке тарауға бөлген. Яғни психологияны педагогика тілімен жеткізе алған, яғни ағартушы ретінде. Бұл жерде бірінші беташары психология нені сөйлейді, адамның қылығын қалай зерттеу керек деген сияқты тақырыптармен қарастырылған. Яғни оның ішінде анкета сұрау, жан деген ұғым қалай сипатталады және психология тірі заттардың қылығы туралы пән деген секілді. Яғни бұл жерде жан деген ұғымға қалай анықтама бергеніне тоқталатын болсақ, әр адамдар жанды әртүрлі қабылдайды. Яғни бұл кітапта жанды қалай қабылдайды? Жан ол тірі затта бар нәрсе, бұл есептеледі. Яғни солай бастаған, бірақ ол жан басқа да ағаш секілді өзін тірілігін жоғалтпаған заттарда да бар екендігін айтқан және соған мысалдар келтірген. Және ол жан осы психологияның негізгі ұғымы, термині болып табылады. Яғни жан болмаса психология болмайтын еді. Яғни осы бір терминнен бастаған.
жалпы кітаптың өзінде сол бас жағында айтады ғой, тірі ағзада жан болады, жанды қозғайтын күш не болады, кім деген кезде Құдай деп сол сауалнамада кішкене жауап беріп кеткен болатын. Яғни жанды басқаратын ол жаратушы иеміз деп осылай қысқаша бетін айтып өткен. есіме түсіп кетті. Жалпы келесі кезекте Жүсіпбек Аймауытов тарауға бөлген бұл кітаптың келесі кезегі бізде тірі ағзалардың, яғни тірі заттардың не дейді, мінездеу, қылықтарын мінездеу деген тақырыпқа келіп тоқталатын болсақ, тірі зат, яғни өсімдік болсын, жәндік болсын, адам болсын, барлығы тірі ағзаға келеді. Бұл жерде айтқан адам, жәндіктен бастаған бірінші болып, адамнан емес, мен ойладым, неге бұл жәндіктен бастап отыр десем, кәдімгі тірі ағзалардың, тіпті жәндіктердің де адам сияқты қасиеттері бар екен да. Қарапайым кішкентай жәндіктердің де екі адамды да жәндікті де бір деп салыстырып осылай жасаған екен. Ең біріншісі бізде ілгері кейінгі қозғалыс, яғни қозғыштық, одан кейін ілгері кейінгі қозғалыс деген секілді. Мысалға, кез келген тірі ағзада рефлекс болады. Қорғанатын кезде де мысалға бір нәрседен бүйтіп қорыққан кезде ода ілгері деген алға, кейінгі деген артқа үст жабылып қалады. Қарапайым тасбақаның өзі үст дейсен, несінің астына кіріп кетеді. Кірпінің өзі бүйтіп кіріп кетеді. Сол секілді әрбір ағзаның өзіне қатысты бір қылығы мен мінездемесі болады екен. Сонымен қатар біздегі кейінгі бір кітапта, қателеспесем, аты Туфелька деген бір жәндікке зерттеу жасағанда, ол кәдімгі өзінен жағымсыз энергия, жағымсыз нәрсені сезген кезде ол кейін шегінеді екен. Ал ілгері қарай жылжиды жәндіктер қай кезде? Тамақ қажет кезде, белгілі бір мақсатқа жететін кезде, мысалға белгілі бір қоректі алатын кезінде ілгері қарай жылжиды деп түсіндірген екен. Ең қызығы, тропизм деген терминге келіп тоқталатын болсақ, тропизм деген терминде Жүсіпбек Аймауытов өсімдіктердің алдағы қарай қозғалысы, алдағы қарай жылжуы деген секілді. Белгілі бір сыртқы әсерден алдағы қарай жылжып өсуі деген мағынада жеткізген. Бұл қалай? Жарықтың әсерімен, судың әсерімен, жерге тартылыстың әсерімен деген секілді. Біз білеміз, фотосинтез процесі деген секілді, өсімдіктерде жарықтан не алып, жарықтан энергия алып өсетін өсімдіктер, ал қоректеніп алдыға жылжып өсетін жәндіктер деген секілді әрбір өзінің этаптарына бөліп қарастырған. Мысалға, өсімдіктер жарық арқылы өседі. Жарық түскен кезде ол алдағы қарай былай көкке былай бүйтіп жайқалып өседі, жарық қай беттен түссе, сол жақ қарай энергия алу арқылы өседі екен. Тропизм деген мағынаны солай түсіндірген. Мысалға алып қарайтын болсақ, еліктеу және қоғам нелері дейді ғой, қоғам орайластығы атты тақырыпшада былай айтылады. Еліктеу, яғни белгілі бір жәндік, мысалға көбелектің құртын алайықшы, ол жорғалап бүйтіп өскен кезде қасындағы басқа да құрттар сол арқасының ізімен еліктеу арқылы өседі. Бұл жерде Жүсіпбек Аймауытовтың айтпағы бұл жерде тек қана жәндіктерге қатысты емес, адамдарға да қатысты деп айтайықшы. Өйткені еліктеу қазіргі біздің заманымызда бір-біріне еліктеу арқылы, бір-біріне конкурент арқылы жүрген адамдар өте көп. Сол секілді бұл еліктеудің жақсы жағы да, жаман жағы да бар, жағымсыз жағы осы бір біреуге еліктеу арқылы өмір сүру деп айтатын болсақ, жағымды жағы біреуге еліктеу арқылы тәжірибе жинау деген секілді. Ол жағдай бұл жәндіктерде де бар. Сол адамды, жәндікті бірге салыстырып отырғаны да осыда деп ойлаймын. Жәндіктерде де мысалға құмырсқаны алып қарайтын болсақ, қарапайым құмырсқа. Бір құмырсқаны мен бір өз жалғызым кетіп бара жатқан көрмеппін ше, арқасынан үйірімен бірге бір-біріне еліктеу арқылы, бір-бірімен арқасынан жүру арқылы солай өсіп өніп, солай үйірін жинап, солай дамиды екен да қарапайым жәндіктердің өзі деп. Одан кейінгі кезекте адамның айуаннан өзгешелігі деп ең соңында осылай тоқталып өтеді. Бірінші жәндіктерді алып келеді, одан кейін барып адамның айуаннан өзгешелігі деген секілді. Неге? Бұл жерде барлығымыз білеміз, адам мен жәндік бір, бірақ тірі ағза, барлық тірі ағза бірдей, бірақ адамның ерекшелігі неде деп ойлайсың, Назым? Миында, оның ойлау қабілетінде, парасатында, қалай әрі қарай дамуында деген секілді өзгеруінде. Ал кімде? Жәндіктерде ондай ми жоқ қой, өзгеретін дейші. Олардың жасайтыны тек қана жәндіктер 2-3 күн әрі кетсе сондай уақытта жасайды. Ал адамдарда ми бар. Мидың қозғалысы туралы осы уақытта айтып өтеді. Мысалға, адамды жәндіктермен емес, сондай маймылдармен, адамға ұқсас тектес секілді жануарлармен салыстырып та өткен. Мысалға, қалайтын болсақ, маймыл.
яғни біз білеміз маймылдың бізден айырмашылығы, олар маймылдар ағаштан ағашқа секіріп жүреді, олар орманда өмір сүреді, олар лас жерде де жүре береді. Адамның айуанның өзгешілігі адамгершілігінде, тазалығында, миында деген секілді осылай қалыптастырып айтып өткен. Мысалға алып қарайтын болсақ, жүйке саласы. Жүйке дегеніміз нерв қой, былайша айтқан кезде. Жүйке болмаса адам іске жарамсыз болады екен. Неге? Өйткені біздің денеміз, әртүрлі талшықтарымыз жүйкеден тұрады екен. Жүйкеден тұрады, жүйкеміз болмай қалатын болса, бізде жұмыс істемейтін болса, біздің сол бетіміз жансыз қалады. Мысалға, инвалидтер, қазіргі мүмкіндігі шектеулі жандар, оларда бір беті қол істемей қалады, неге? Өйткені жүйке жүйкесі өліп қалғаннан. Бізде тісімізді жұлатын кезде жүйкеміз зат тастайды, нервіміз зат тастайды, одан кейін барып ауырмай бастайды. Яғни адамның жүйкесінің қызметінің маңызды екенін айтып өткен болатын. Ол кейбір денедегі кейбір мүшелердің және олардың қызметі туралы. Мысалға алып қарайтын болсақ, рефлекс, бағана айтып өткендей, саңлау мүшелері, рефлекс деген секілді. Рефлекс кез келген сыртқы факторға бізде рефлекс пайда болады. Сразу жауап беретін. Ол жерде мысалға бір нәрседен қорқатын болсақ, сразу рефлекс пайда болады. Немесе неше түрлі процестер бар, мысалы, лимонды ойласаңыз, қазір мына жеріңізге кәдімгі келер келді, сондай негізгі процестер, яғни әрбір нәрсенің, тіпті әрбір нерв, әрбір жүйкенің өзінің атқаратын қызметі бар. Ол болмаса адам жалпы әшейін тірі өлік секілді қозғаушы күші де жоқ деген секілді солай болып қалады екен. Сипап, иіскеу, дәм айыру, бізде 5 сезу мүшесі бар, сипап сезу, иіскеу, есту, дәм сезу. Сосын сипап сезу деген. Моторлы. Сипап сезу ол ғой. Тоқта, сипап сезу, көру, дәм сезу, иіскеу. Иіскеу. Бесіншісі не? Есту шығар. Сезу. Адамда өзі 5 сезу мүшесі бар. Сол арқылы әртүрлі ол 5 сезу мүшесінің атқаратын қызметі бар екен. Біреуі кем болса, бол сен уже жартылай жарымсыз. Не дейді? Сен уже жарамсызсың дейді. Қолда бір алтынның қадірі жоқ қой. Біз мұрнымыз грипп болған кезде ғана сеземіз ғой, иіскеп сезу қандай екенін. Мысалға ше, қолымызға мысалға не салып тастасыншы, нервті сездірмейтін дәрі салып тастаса, сипап сезу, тіпті ернімізге дәрі салған кезде ше, бізде тіске укол салған кезде сезбей қаламыз ғой сол кезде. Тамағымыз ауырса да. Тамағымыз ауырса да сондай сезбей қаламыз. Тамақтың қадірін білуге. Тамақ. Оны айтты. Әсем, сен білесің ба, адамды түсіну үшін оның ішкі жан дүниесіне ерік беру керек екендігін? Өте маңызды факторлардың бірі деп ойлаймын. Аймауытов осы тұрғыда өзінің осы психология кітабында көптеген терминдерге тоқталды. Яғни ішкі жан дүниені білу керек, сезімге ерік беру керек, және сезім қайдан туады, және бет бейнесі, ішкі қабылдау, түйсік деген тақырыптарға тоқталды, және осы тұрғыда шығатын нәтиже тәрбие болып табылады. Тәрбиенің психологиямен қандай тығыз байланысы бар деген тақырыптарға тоқталамыз. Және бұл жерде жаңағы түйсік пен ішкі жан дүние сезіп қабылдауға тоқталатын болсақ, бұл жерде бір негізі көп мәліметтер айтылған, соның ішіне біреуін айтатын болсақ, кезінде бұл болған нәрсе екен, адамдар музейге барған, және сол музейде белгілі бір тәжді көрген, яғни әдемі, өте әдемі тәж, ол тәжге қарап, әртүрлі адам әртүрлі қабылдайды, яғни ол адам суретші болатын болса, тәждің әдемілігі, әсемдігіне қарайды. Ол адам археолог болатын болса, тәждің қай заманға тиесілі екеніне қарайды. Егер ол адам сатушы, яғни алыпсатар болатын болса, ол тәждің қанша сомға шығатынына, тәждің қаншалықты бағалы, құнды екеніне қарайды. Ал зергер болатын болса, тәждің қаншалықты сұлу жасалғанына қарайды екен. Алтын емес деп тұр. Алтын емес. Сондай нәрселерге тоқталады, және бұл түйсік сезгіштік деген тақырыпқа келеді. Және сондай термин бар екен, ол терминмен осы кітап арқылы таныстым. Яғни ондай бұл жерде адамдар белгілі бір затты әртүрлі қырынан көреді. Сол сияқты бізде махаббатқа қатысты да термин бар ғой, сен ол аруға менің көзіммен қара деген. Яғни сен ол аруды қандай бейнесі арқылы жақсы көресің деген кезде менің көзіммен қара, сонда түсінесің. Яғни әркімнің ішіндегі сезімі, толданысы әртүрлі болып табылады, және соған қатысты көптеген мысалдар келтірген, және ол мысалдар өте әдемі сипатталған. Бұл туралы не айтасың?
жалпы әркімнің махаббаты әртүрлі. Әркімнің өзіне ай көрінер көзіне деп айтады ғой. Әркімнің сезімі әртүрлі. Мысалға біреу жақсы көріп, әртүрлі жақсы көреді. Мысалға ше, біреу үндемей отырып бетіне қарап отырып жақсы көреді. Біреу деп сөйлеп былай веселый болып жүрген солай жақсы көреді деген секілді ғой. Бұл қабылдау мен мінезге қатысты осы тұрғыда Мил дейтін ғалым, яғни өзі солай сипатталған. Мінез дегеніміз жетілген қайрат, яғни мінезді қайратпен ұштастырып көрсеткен, яғни мінезді жетілдіру ол сенің қайратыңның пигіне жетуі болып табылады. Бізде одан кейін соқыр сезім, сезім көңіл және зерделі қылық деген тақырыптар бар. Оның ішінде келбеттің білімі, беттің ұмы және көз әлпеті деген секілді кетеді, сезім саңлау деген секілді. Бұл жерде келбетке тоқталатын болсақ, жаңа Әсем айта өтті, жанды қалай, яғни адам мен айуанды салыстырды, сол секілді бұл жерде де тоқталған, яғни келбет туралы. Келбетті алғашқыда жануарлармен сипаттаған, яғни жануарлар мен адамдардың келбеті бірдей, бірақ олардың яғни даму жүйесі және сезіну мимикасы әртүрлі болғандықтан осы айырмашылықтарды ажыратып көрсеткен. Яғни адамдар қалай сезеді, бетті қалай ұстайды және осы жерде беттің ымы, көздің әлпеті деген секілді терминдер пайда болған. Мысалға Жүсіпбек Аймауытовтың кітабында сен бағана айтып өттің ғой, айуанмен былай салыстырған, жануарлармен бет әлпетін салыстырған деген кезде ол айтқан бір айырмашылықты айтып өткен да, түктерінде деп. Түк дегеніміз жүн ғой. Мысалға маймылмен салыстырған кезде маймылдың бұлың денесі жүн-жүн. Мысалға любой бір жануарлармен салыстырған кезде оларда денесі жүн-жүн да. Біз жүн емеспіз. біз адамбыз десек. Ал адамдарда түк жоқ дейді. Адамдар қол жалаңаш дейді да, түк жоқ. Оларда рефлексия тез болады екен. Осының әсеріне оларда рефлексия тез. Мысалға сразу қорқып қалу деген секілді. Адамдарда не үшін түк жоқ? Себебі олар өте күрделі даму сатысынан өткен, қол еңбегі бар, яғни сол нәрселердің үздіксіз жетілу әсерінен болған. Қазір кейбір деректерде маймылдар адамға айналып келе жатыр дегендер де шығып жатыр. Осы нәрседен де ойлаймын ол да. Және одан кейін бізде ымдасу мимика болып табылады. Ымдасудың әртүрлі түрлері бар және бұған тоқталатын болсақ, ымдасу арқылы адамдардың қалай бізге эмоцияны сездіріп жатқанын біле аламыз. Және оны өзімнің мамандығымда қалай көрсем болады? Мысалға, құлағы естімейтін адамдар ымдасу арқылы ишара бетіндегі сөйлеуі, аузындағы қалай дыбыстарды қозғалтуына қарап біледі. Яғни олар табиғатты ойлаңыздаршы, мүлдем естімей оянады, яғни оларға ымдасу осы үшін қажет. Яғни беттің әлпеті, осы қабағымыздың түйгені. Психологтар енді бұны кітаптың басында айтқан, психологияда бұл терминдер өте басқаша түрде, яғни психология көп өзгеретін термин түрі болып табылады. Ал Аймауытов осыны психологияны педагогикамен ұштастыра отырып, өзінің алған тәжірибесінде Абай Құнанбаевты қосып отырып және үлкен ғалымдарды, ғұлама адамдардың еңбектерін қоса отырып жазып шығарған және осының нәтижесінде осындай кітап шығарылды. Жалпы біз подкастты ары қарай жалғастырамыз. Бізде қазір қонақта Қарақат әпке мен Айжан әпке, біздің команданың мүшелері. Енді кітапты ары қарай жалғастыратын болсақ, бізде кітаптың ары қарай шарықтау шегі неден басталады? Шарықтау шегі кітаптың бақтыңызға сәлем. Маған қарап айта бердіңіз. Кітаптың шарықтау шегі ол 7-ші тарауда, яғни 7-ші тарауда сипап сезу, сезудің көлемдері жайлы айтылатын болады. Яғни адам қалай сезеді, сезу арқылы қалай көреді деген сияқты. Мысалға айтып өтсек, кітапта айтылған, Жүсіпбек Аймауытұлы айтып өткен, адам көзін жұмып тұрса да, бір нәрсені заттарды ұстап, оның көлемін сезе алады да, қандай неде көз алдына елестете алады. Және сол арқылы адам арақашықтықтарды да дәл солай сезе алады. Мысалы, арақашықтықтың жақын алыс екенін көріп тұрып, сіз сезе аласыз. Как будто сіз сол арақашықтықта жүріп өткендей сізге сезім береді да. Сіз осын, мынау алыс екен, мынау анаған қарағанда жақын екен деген сияқты салыстырмалы түрде солай сезе аласыз. Яғни адамның осы яғни көлемдер жатқан, қандай көлемде адам қалай сезіп, яғни сезетін, сипап сезетін. Жалпы кітапта бізде Беркли қателеспесем, сол заң Беркли туралы, Беркли қисыны туралы не айтылған да, оны Жүсіпбек Аймауытов оны не үшін кітаптың арасына қосты деп ойлайсыз?
Беркли қисығы жайлы атап өткен. Негізінен Джордж Беркли деген ғалым, Американың атақты ғалымы, осы психология саласындағы. Беркли деген ғалым, ол адамдар бірден сезуді, яғни бірден сезіп кетпейді дейді да. Яғни ол кішкентай кезінен біз ыстық суық дегенді ажырата алмаймыз ғой. Дәл солай көп нәрсені ажырата алмай, сезімдерін де ажырата алмай, кейін өсе келе, яғни жетіле келе сол нәрсені ажырата алатын күйге жетеді дейді. Яғни Джордж Берклидің атақты сөзі бар. Сезу ол to be қатысты болу, яғни болу деген неге келеді да. Яғни сіз бір жерде болсаңыз, оны денеңізбен сезінсеңіз, ол сонымен синоним, яғни сезу сөзімен синоним ретінде келтірсек болады. Неліктен Жүсіпбек Аймауытұлы осы ғалымды қосқан? Менің ойымша, ол өзінің қатарластары, яғни Жүсіпбек Аймауытұлы өмір сүрген заманда өмір сүрген атақты ғалымдардың бірі болғандықтан, және де дәл солай біздің Жүсіпбек Аймауытұлы, біздің негізі қазақтың зиялылары орыстың ғылымынан көрі көбінесе шығыстың ғылымдарын, жаңағы Американың ғылымдарын әкелгісі келді ғой Қазақстанға. Дәл солай бізге бір жаңалық ретінде білсін деген ниетте осындай Американың ғалымдарының зерттеулерін енгізді деп ойлаймын. Яғни соны қазақтың таным түйсінігімен, көзқарасымен жазды, яғни бізге бере алды деп ойлаймын. Иә, сіз айтып отырдыңыз ғой, бұл өмір, бұл тікелей емес, бұл бізде өз сезім мүшелерімізбен сезу арқылы бұл өмірді сүреміз деген да, Беркли өзінің сөзінде. Негізі шынымен бұл психологияға өте Жүсіпбек Аймауытов негізі мен оқыған кезде бағанада айтып өткенім, психологияны тікелей айтпағанда оны ана беттен салыстырып әкеліп, тек қана адамның психологиясы емес, бұл жерде жәндіктердің де қалай адам секілді екенін, жануарлардың қандай адам сияқты екенін екеуін бір-бірімен салыстырмалы түрде айтқан. Одан кейін бізде барлығымыз білеміз не туралы, ұйқы туралы, иә. Ұйқының маңызы туралы, көптеген статистика бойынша да ұйқы туралы көп естиміз ғой біз негізі. Неге? Өйткені ұйқы ең маңызды бір процесс десек те болады. Неге? Өйткені ұйқысыз, мен білмеймін, мен қазірдің өзінде оразама, мен таңғы 5-те тұрсам, мен ары қарай уже ұйықтағаннан кейін қайтадан тұра алмаймын. Өйткені ұйқы бәрібір қысады. Қазір негізі көбісінде ұйқы кәдімгідей қысып жүрші. Байқайсыздар ма? Кәдімгі энергия аз бәрінде. Сол Жүсіпбек Аймауытов ұйқы туралы да айтып кетті, иә? Сіз енді қарғат апаймыз. Айжанке, сіздің ойыңызды сұрайықшы ұйқы туралы. Жүсіпбек Аймауытов осы психология кітабында ұйқы жайлы арнайы бір тарауда арнап осыны түсіндіргісі келген екен. Ұйқыны біз жалпы былай қарастырсақ болады, мидың демалу мен ақпаратты өңдеу процесі деп айтсақ болады. Адамның қаншалықты ұйқысы қанса, соншалықты көңіл күйі де жақсы болады. Ол нәрсеге өзіміз де мысал бола аламыз. Если біздің ұйқымыз қанбаса, кез келген зат, кез келген іс-әрекет, кез келген ситуация бізге қиын, проблемный болып көрінуі мүмкін. Ал егер де біздің ұйқымыз толыққанды қанып, сонымен қатар тағы да жақсы ұйықтап тұрсақ, ол бізге күнделікті күнімізге көптеген энергияны береді. Осы нәрсені Жүсіпбек Аймауытов өзінің кітабында ашық айтып, соны түсіндіргісі келген деп ойлаймын. Сонымен қатар осы ұйқы кезінде біздер көптеген түстер көреміз ғой. Осы түс жайлы да жазып кеткен болатын. Түс көрудің өзіндік бір ерекшелігі бар. Мысалы, біз түсімізде бейтаныс адамдарды көреміз деп жатамыз ғой, бірақ ол негізі бейтаныс адамдар емес, ол өмірімізде бір рет те болса да көрген, бірақ мән бермеген адамдар деп айтсақ болады. Және де қазақта айтып жатады ғой, бастырылып қалу деген. Осыны кітапта да ашып айтқан екен. Ол бастырылып қалу дегеніміз, яғни үстімізден бір күш, бір бізді жібермей тұрған сияқты болады. Ол нәрсенің бәрі, яғни жайсыз жатқаннан, дұрыс тыныс алмағаннан, яғни бір қорқынышты фильмдерді көргеннен де пайда болуы мүмкін деген сияқты өзім ойым пікірімді айта аламын. Және де ол нәрсені кітапта да солай жазылған, негізі дұрыс жатпағаннан деген сияқтын қылып айтып өткен. Менің ойымша осыны бастырылып қалу деген адам жаңа өзінің психологиясына байланысты сияқты, өзін сендіріп алатын сияқты. Себебі бала кезімде ондай нәрсе мүлде сенбейтін, мен никак бастырылмаған едім да. Ал қазір мен оған сенемін да, мен жиі бастырыламын. Ол прям негізінде қорқынышты. Яғни адамның негізі психологияда да тура сондай. Сіз миыңызда не нәрсеге көп сенесіз, сол нәрсе болады.
яғни жақсылыққа көп сүйенсеңіз жақсылық болады, жамандыққа көп сүйенсеңіз жамандық болады ше. Сол себепті анау айтады ғой, осы 8-ші тарауда айтып өткен адамның ерік жігері волясы, яғни өз-өзін сендіре алуы, өз-өзін әкелуі, ол бір сіз андай бір ғылымның бір мықты майталманы емес, бірақ сол ғылымның майталманы бола аласыз да. То есть сіз негізі емессіз, бірақ оған өзіңізді сендіріп, мен оқи аламын, жасай аламын, істей аламын, өзіңіздің ерік жігеріңізді дамытсаңыз, ол саланы прям тесіп шығуға болады да. Осы жаңа неден шықты, басырып қалу деген әңгіме. және осы тіс былай да қарастырсақ болады, ол ішкі күйзелістерді және ішкі қуаныштарды білдіретін сәт. Мысалы өмірде қиналып какой-то бір депрессия күйзеліске түсіп жүрсек, ол нәрсені түсімізде біреуден қашып жатқан сияқты бір қиналып сондай ситуация, және ұйықтан тұрған кезде де бір ауырсынып тұру сияқты іс-әрекеттер орын алып жатады ғой. Иә, ұйқыға байланысты деп айта аламын. Яғни осы психологиямыздың дұрыс болуы, ұйқымыздың тыныш болуы дегенге келтірсек болады. Если біз қорқып, бір стресстен уайым сөйтіп жүрсек, ұйқы да тыныш болмайды деген сияқты. Сол негізі статистикаға сүйенсек, адам өмірінің 3/1 бөлігін ұйқымен өткізеді екен. Ойлаңыздар, 75 жыл өмір сүрсең, сен 25 жыл ұйықтағанмен деген секілді. Сондай статистикаға сөйтіп нетіп жасалғанда, одан бөлек бізде мысалға бәріміз сессия келе жатыр жақында, уже 7-ші аптаны бітіріп қойдық. Құдай қаласа сессия келеді. Сессияда 2-3 күн ұйықтамайсың. Сен ойлап қарағанда сіздер физика, математика сіздер вообще ұйықтамайтын жүрсіздер. Негізі біз 4-ші курс болғасын, бізде сессия жоқ еді. Бізде диплом келатыр, предсершитте келатыр, оған тоже ұйықтамай дайындалып. Бірақ негізіне айта өткім келеді, біз 1-ші курс, арада 4 жыл өтті ғой, біз 1-ші курстағыдай үйтіп ұйықтамай ше, стресс болмай Ондай жоқ. Біз наоборот уже түсіндік ше, егер де ұйқымыз қалмасақ энергия жоқ екенін түсіндік. Сол себепті ұйықтап аламыз. Қой, азанда ерте тұрып істейін дейтін тіл әңгіме, соның қазір уже пайда болып бастады. Біз уже азанда ерте тұрып автоматын істей береміз да. Бұрындары түнге тақала береміз. Бірақ уже жас келе өсе келе уже денсаулық, ұйқы өте маңызды рөл ойнайды өмірде. Сол себепті 4-ші курсқа келсеңіздер күшті боласыздар. Ұйқы негізі кәдімгідей барлық аурудың басы осы ұйқыдан басталады ғой. Ұйқың қалмай біреулер күн түн деп мысалға жұмыста болуы мүмкін, 2-3 сағат ұйықтауы мүмкін. Біз өзіміз әшейін бір күн 2-3 сағат ұйықтасақ, соның өзіне жанымыз шығып кетейін дейді ғой. Біреулер мысалға өте аз ұйықтайды. Оның әсерінен мысалға қарапайым ұйқысыздық, оның шаршау, оның барлығы жүрекке салмақ түсіреді. Мысалға біздің неміз қалай айтсам болады, организміміздің барлығын улайды да, и бізде андай зоб деген болады ғой, көбінесе сол зобқа өте қатты әсер етеді негізінде, қалғанша бездеген. Сосын ұйқы безіне де ұйқы қатты әсер етеді. Одан кейін адам 2-3 күн ұйықтамаса, жаңа сізден естіп қалдым, жаңа подкасттан алдым былай галлюцинация көп шығады. Яғни адам сандырақтап уже есін жоғалта бастайды. Ол өте ұйқының маңыздылығы өте көп негізі. Жаңа айтты ғой, ақпаратты қабылдауда, ары қарай дамуда, бірінші ұйқы 8 сағат ұйқы міндетті түрде болу керек. Бізде ары қарай Жүсіпбек Аймауытов айтады ғой, еркіндік пен бостандық туралы, былай қарап отырса, еркіндік пен бостандық одно и то же нәрсе сияқты көрінеді. Бірақ екеуінде бір айырмашылығы бар екен да. Соның айырмашылығы неде деп ойлайсыздар? Еркіндік пен бостандықтың ба? Негізі мен өзім тарауыма қатысты бір қызықты информация айта өтейін, сосын қорыта келе жауап беремін. Біздің тарауда берне деген ұғым бар. Яғни ұғым қайдан пайда болды, сөз қайдан пайда болды, пікірталас, пікір алмасу, өзінің пікірін қорғау деген қайда болды деген сияқты. Негізі ана кітапта енді Жүсіпбек Аймауытовтың заманында жазылғанмен терминдер бар да, яғни бірақ ол терминдерді қазақшаға өте күшті аударғанда, мысалы берне деген кәдімгі қазақтың сөзі. Ол ұғым, ол заттарды көз алдыңызға елестету. Мысалы, сіз алма дейсіз, көз алдыңызға алма елестеттіңіз. Бірақ қолыңызда жеміс тұр ғой. Жеміс ол кәдімгі нағыз ұғым болып тұр. Оны ұстап тұрсыз себебі. Яғни нағыз нәрсені көре алу, ол бір ұғымға келеді да, ал берне ұғымы ол көз алдыңызға елестете алу дегенге келеді. Яғни еркіндік пен бостандық та дәл осындай сияқты жаңағы елестетумен негізінде көру сияқты. Сіз қалай ойлайсыз, Аяжан? Бостандық, яғни еркіндік синоним ұғымдар деп
айтсақ болады иә. иә Бостандық мысалы сыртқы шектеулердің болмауы, өзінің еркіндігімен, өзінің ойымен жүруін айтсақ, ал еркіндік дегенді өз ойына ерік беру, сонымен қатар саналы түрде кез келген әрекетін таңдай білу деп айтсақ болады. бостандықты алу деген сөз, мысалы еліміз бостандық алды, егемендік алды деп айтамыз ғой, ол бір құрсаудан бір шыққандай да. Ал еркіндік деген сен бала кезден бір еркін өсесің, еркіндей самғайсың деген сияқты ғой. Ол бір сені еш нәрсе ұстап тұрған жоқ та. Яғни айырмашылық осы да, біз еркіндікті бостандық арқылы аламыз да, яғни бостандыққа шығу арқылы біз еркін боламыз деген сияқты. Екеуі ұғым бірдей болғанмен, еркіндік ол сенде берілген нәрсе, ал бостандық сен оған жетесің. Ол бір бостандыққа құтылдым ау дейтін әңгімелер болады ғой, болды мен бостандыққа шықтым, енді мен мазаламайды деген сияқты. Осындай бір айырмашылық деп ойлаймын негізі. Жалпы ары қарай бұл психология кітабын қорытындылай келе бір қорытынды ойларымызды айтып жіберсек, жалпы Жүсіпбек Аймауытов негізі бұл психология кітабын жазар алдында неше түрлі жерден ізденген, сол 20-шы ғасырларда шықты ғой. Неше, мысалға, өзіңіз айтып өттіңіз ғой бағана, шығыстың жазушыларынан, психологтарынан әсіресе сондай бір тәжірибелерін іске асыра отырып, тәжірибелерін ойға ала отырып, осы кітапты былай қорытындылап жазып шығарған. Негізі кітаптың өзі осы қазақ тіліне аударылған ғой, негізі орыс тілінде ме жазылған, қателеспесем. Жүсіпбек Аймауытов айтады да өзі осы кітаптың сонда түсіндірмеде. Жазушылық дейді, ақындық шекке бітетін өнер дейді. Қанша машықтансаң да, кім болса да сол жазушы бола алмайды. Кім болса да сол жазушы бола алмайды. Бұл кемелдікке жете алмайды дейді да. Жазушы болу әркімнің қолынан келе бермейтін нәрсе. Шынымен де психология кітабында бұл жерде әртүрлі американдық психологтар, неміс психологтарын көбінесе солардың тәжірибелерін іске асыра отырып осы кітапты жазып шығарған екен де. Негізінде сонда осы жайлы қорытындыларын айтады, қалай Мәскеуден былай аударылып сөйтіп келген туралы қысқаша мәлімет беріп өткен екен. Жалпы сіздердің ойларыңыз қандай өздеріңіздің? Негізі сөйлесіп па, сөйлей ма? Негізі кітаптың жазылу мақсаты, яғни аудиториясы ағартушылар, мұғалімдерге арналған. Неліктен именно мұғалімдер, ағартушылар оқу керек? Біздің алдымызға кім келеді? Оқушы келеді. Біз оқушының психологиясын түсіне алуымыз керек, ол оқушымен жұмыс істей алуымыз керек. Яғни бұл кітапта әр адамның сезімдері әртүрлі, өзінің ерекшеліктері бар, және соған сай біз оны қабылдай алуымыз керек деп айтады. Дәл солай мұғалімдер оқушылардың психологиясын түсіну керек. Яғни адамның бұл кітаптың тағы да бір жақсы тұсы мамандыққа да әсер етеді, кәсіптік бағдар беру дегенге ше. Яғни сіз өзіңіздің психологияңызға сай мамандықты, темпераментіңізге сай мамандықты білмесеңіз, ол мамандыққа немқұрайлы қарауыңыз мүмкін. Яғни мамандық таңдау кезінде де осы бір психологияның аспектілерін ескеріп, баланың өзі ектей алатын жағына бағыт бағдар беру де мұғалімнің несі ғой. Несінде қайтсам болады, күш жігерінде жатыр да, күш жігерінде жатыр. Мұғалім жасай алатын жұмыста біз баламен сөйлесеміз, оны кішкентайынан өскенше білеміз, көз алдымызда өсті деген сияқты. Осы кітап, яғни бір сондай бір бағытта, сондай бір мақсатта жазылған деп өзім солай ойладым. Өте дұрыс келісем. Иә, Қарақаттың сөзіне толығымен келісем. Басынан деп. Жақсы деп. Шай күшті. Аяғаны шай кетсек. Қара кадрге қойып қоямыз, қара кадрге. Мағжан Жұмабаевтың педагогика кітабы мен осы Аймауытовтың психология кітабы біз университет табалдырығын аттаған кезде айтылатын қос кітаптардың бірі деп айта аламын. Ол бекерден бекер табалдырықты аттай салысымен берілген кітап деп ойламаймын. Себебі бағана Қарақат айтып өткендей, біз әр баланың шамшырағын жағалатындай өзінің темпераментін анықтап, ерекшеліктерін, пікірлерін, ойларымен санасып дегендей баланың қабілетін ашу осы психология кітабында баланың бүкіл қасиеттерін, қабілеттерін, танымдық қасиеттерін барлығын ашып көрсеткен ғой. Сол жайлы
сол жайлы оқытатын, мұғалімдерді оқытатын кітап деп айта аламын. Екеуіңіздің де пікірлеріңізбен толықтай келісемін. Шынымен де өзіңіз айтып отқандай, біз универ табалдырығын аттағаннан бастап мен кітап алда осы екі кітапты көретін едім да. Оқу керек екен деп сол күйі оқымай бүгін осы оқып бітіріп қолымызға тиіп отыр. Жалпы көп зерттеулер жүргізді деп айттық қой. Соның бірінде Американ психологы, осы әлеуметтік психологияның негізін қалаушы Маркс Баудинидің бір зерттеуі бар екен. Мысалға 3 оқушыны алады. Бір оқушы қозғалғыш, гиперактивный деп айтып жатамыз ғой. Екінші оқушы ұшқалақ. Қиял. Бір ұшқалақ бүйтіп жүретін, секіріп жүретін. Үшінші оқушы өте салмақты екен. Яғни үш оқушыны алып, олардың іс-әрекеттерін бақылау арқылы, салыстыру арқылы, бір-біріне салыстыру арқылы солай зерттеген екен да. Ал дәл соны өзі негізге ала отырып, Жүсіпбек Аймауытов та бізге осы кітап арқылы баланың өсуі туралы, дамуы туралы, бала ақпаратты қалай қабылдайды, оның психологиясы қалай өседі, өсе келе ол қалай дамып, психологияның маңызы бір өте маңызды нәрсе. Оның тұңғиығына былай кіріп кетсең, кәдімгідей негізі кіріп кетесің. Қоса кетсем бола ма? Неліктен мұғалімдер осыны оқу керек дегенге бір жауап. Бізге бір Жігер ағай келеді естеріңізде ме? Сол Жігер ағай осы жаңағы бірінші айтқан бала СДВГ бала емес пе, гиперактивный. Мысалы сол баланың темпераментін білді ғой ағайшы, соған байланысты жұмыста тауып берді. Қабырғаны бояу бояп ішіп тастайтындай. Яғни мұғалім осы кітап арқылы білсе, ол балаға мысалы темпераменттер өзі 4 темперамент бар, сангвиник, холерик деген. Сондай бір әрненің типтерге бөлінетінін біліп, қайсысы неге жатады, қайсысынан қандай әдіс дұрыс деген мұғалім білсе, әр балаға соны дұрыс қолдана алса, балалардың да бір жанып кетеді да шамшырақтары. Мысалы, ана балаға не архитектор болған ұнап қалатын шығар, ол өскенде одан кейін архитектор болатын шығар деген сияқты. Ол бір пайдасыз болғаннан көрі өзін бір пайдалы сезініп, бір қоғамға бір үлесін қосатын азамат та болуы мүмкін да. Яғни мұғалімдер не үшін оқу керек деген кезде бір осыны дұрыс қолдана алу үшін осы кітапты оқыса, одан кейін оны дұрыс қолдана алса, яғни айтады ғой, амал ету деген де бар ғой дінде де. Білесің, бірақ амал ету жассың дейді. Дәл солай оқисың, бірақ оны амал ету керек та. Дәл солай мұғалімдерде оқып тастап кетпей, осы кітап бойынша амал етсе, онда бір балаларға бір жеңілдік жасайтын еді өмірлеріне ше. Кәдімгідей олар бір өзін мысалы оған айтуы мүмкін, неге сен ұшқалақсың, болмаса неге сен отыра алмайсың деуі мүмкін. Сен отыра алмайсың деп емес, жүр сен күшті гиперактивный, түсіндіріп, енді түсіндірмесе де болады бала ғой. Осыны бояп берші, маған бір көмегің бол. Кейін оны мақтауыңыз мүмкін, оны жаңағы айтты ғой, көрме қылдық деді жаңағы Жігер ағай. Оны саттық деді, ол бір өзінің бір қоғамға бір маңызы бар екен сезінеді да бала. Яғни өзін шетте қалмауына да жаңағы өзінің темпераментіне байланысты. Кейбір балалар болады ғой. Кейбір балалар тез жабылып қалады. Неге сен жабылып қалдың десе, маған сен шулай бересің деп айтады ғой дейді. Көңілде түсіп қалады да. Оны керісінше баспай, оның бір несін пайдасына жарата білуде өнер да, мұғалімнің бір өнері деп есептеймін. Қорытындылай келе, осы бір оймен қорытындылағым келіп тұр. Бізде кім айтқанын білмеймін, бірақ өте керемет айтылған сөз. Оқысаң, от болып лаулап жанасың, оқымасаң күл болып бықсып қаласың дейді. Әрбір мұғалім болғаннан кейін, мұғалімдік миссия, ол мұғалім болсаң сен медиксің, мұғалім болсаң сен психолог болу керексің, мұғалім болсаң сен барлығы болу керексің да, кәдімгідей. Сол үшін әрбір студент, немесе әрбір болашақ мұғалім бұл кітапты оқу керек деп ойлаймын. Шынымен барлықтарыңызға кеңес беремін. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар. Мұғалімдері болашақ. Сіздермен бірге болған Импульс командасы. Болды. Бітті.